Достар, Айару мен Заңғар пиццасын аяқталып қалды. Сәлем достар, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз пицца жасайын деп жатырмыз. Бүгін пицца жасау үшін бізге заттарға қамыр керек, сыр керек, колбаса керек. Лайк басып, соңына дейін көріңіздер. Күшті жасаймыз. Сендер мамаларыңа пицца жасап көмектесесіңдер ма? Біз көмектесеміз. Достар, бүгін біз пицца пісіреміз. Қазір қамырымыз ашып тұр. Айару мен Заңғар пицца жасайықшы бізде деп қоймай жатыр. Сонымен пицца пісірейін деп жатырмыз. Қамырларын ашытып дайындап бердім. Қазір қамырларын жайып беремін. Колбасаларды турап қойдым. Айару мен Заңғар қалғанын өздері жасайды, достар. Қазір 299 подписчик болды. Мыңға жетіп тастайықшы, тез лайктарыңызды басыңыздар. Достар, 1000 подписчикке жеткізейікші. Бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз дайын. Сен араластыр, мен жағамын. Майонез бен кетчупымызды құйып алғанбыз. Араластырайық. Заңғар оны қояды, қазір кесіп алайық та. Иә. Қандай. Мен бұрын осылай жасамын ғой. Бүкіл жерге тез шығамыз. Қамыр болса арасы көтеріліп кетеді. Сол үшін кесеміз. Заңғар енді кетчуп салады. Айару мен Заңғар пицца пісіріп жатыр. Өзіміз пісірейікші. Осы жолым өздері пісіріп жатыр. Негізінде манты бүккенге екеуі маған көмектеседі. Екеуі күшті бүгеді мантыны. Менің көмекшілерім ғой, мамасының көмекшілері. Достар, сіздер де солай мамаларыңызға көмектесесіздер ма? Мамаларыңызға көмектесіңіздер. Әкесе мамаларыңыз шашып кетеді ғой. Мамаларға көмектесу керек, өздеріңде үйренесіңдер. Сосын өскенде аспазшы, сосын бәрі сендерді мақтайды. Осы балдарыма күшті оқылады, тамақ пісіреді дейді. Достар, біз пицца жақтық. Колбасын қойып сақ, сосын бұлғылықты салайық. Достар, қазір көреміз Айару мен Заңғардың пиццасы қалай болатын. Достар, Айару мен Заңғар пиццасын аяқталып қалды. Қазір духовкаға саламыз. Кішкене пісіріп алғаннан кейін барып сырын себеміз. Оған дейін Айару мен Заңғар чоркадан сырларын өткізеді. Айару мен Заңғардың пиццасын бағалап кетіңіздер. Мына екеуге бөліп дайындап жатыр. Қазір чоркадан өткіземіз. Пиццаны духовкаға салып келейін. Достар, мына сырын өткізіп жатырмыз. Біз духовкаға салып қойдық пиццаны. Екеуі сыр өткізіп жатыр. Қалай екен, оңай ма сыр өткізген? Пиццаға қазір сырды сепсек, сырымыздың бәрі күйіп кетеді. Сол үшін бірінші колбаса мен нанымызды пісіріп алайық 10 минутқа. Содан кейін барып бетіне сыр себеміз. Заңғар күшті өткізіп жатыр, Айару әлі өткізе алмай тұр. Міне достар, Айару күшті өткізіп жатыр. Заңғар өткізе алмай қалды қайта. Қошы, ауыстыр дегеніз ол өзің. Мақыл, күшті. Айару бітіріп жатыр. Сыр жете ма? Болды, осымен жетеді сыр, қазір бетіне себеміз. Күшті болды мұны. Сырларын күшті қылып чоркадан өткізді. Бүкіл жерге дейін көз жасап 10 минутқа духовкаға қойдық. Сосын біз жұқа пицца жегенді ұнатпаймыз. Мамамыз қалың пісіріпті. Енді бетіне. Енді сырымызды себеміз. Ой, екеуі күшті қылып сырларын сеуіп жатыр. Енді сыры ергенше кішкене бір 5 минуттай пісіреміз. Сонымен пиццамыз дайын болады, достар. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Аналарыңызға
қамырын ашытып беріңіздер, өзіміз жасаймыз деп. Біздің балдар жұқа пиццаны ұнатпайды, сол үшін шамалы қалыңдау қыламыз. Булочка сияқты болады біздікі енді. Домашний пицца. Көрейік Айяро мен Заңғардың пиццасы қалай шығатын. Жегіміз еп кетті ғой. Ана кезде біз кетчупты қоспай ұнғанбыз, сөйтіп ұн кетеміз ғой, кетчупты қосуды. Дәмсіз оқығанда біздің пиццамыз дайын болды. Шамал ыстық екен, міне біздің пиццамыз осындай болып шықты. Қан көрсетші жаным. Міне. Айналдырса Айяро. Арыға айналдыр. Бірақ шамал ыстық ене. Шамал ыстық. Достар, бүгін біздің пиццамыз аяқталды. Енді сіздермен қоштасамыз. Всем пока!